Арнаға қош келдіңіздер. Бүгін біздің көпшілігіміз ата-аналарымызбен, ата-әжелерімізбен бірге тамашалаған «Байлар да жылайды» және «Жабайы Раушан», «Дикая Роза» испандық сериалдарында басты рөлді сомдаған, аты аңызға айналған мексикалық актриса Вероника Кастро жайлы айтатын боламыз. Актрисаның кедейшілікте жұртқа мазақ болып өткен балалық шағы, некесіз туған екі баласы, қазіргі таңдағы бай өмірі мен жігіттері туралы баяндайтын боламыз. Егер сізге канал ұнаған болса, подписация бастырмасын басып, жазылып, менің қазақша каналымды қолдап кетулеріңізді сұранамын. Вероника ойнаған бұл фильмдердің бақытты аяқталуы көрерменге шынайы өмірде болуы мүмкін ғажайыптарға сенім берді. Онда Вероника Кастро өзінің шынайы сүйіспеншілігін тауып, жастарға үлгі болған қарапайым және жігерлі қыздың рөлін ойнады. Алайда өмірде актрисаның тағдыры оның кейіпкерлерінің тағдырынан кем болмады. Вероника Кастро мексикалық актриса, «Байлар да жылайды» және «Жабайы Раушан» хикаяларының жұлдызы. 90-шы жылдардың басында Латын Америкасы мен бұрынғы КСРО елдерінде, Францияда, Хорватияда, Испанияда, Италияда, Филиппинде керемет жетістікке жетті. 30-дан астам альбом шығарған әнші, жүргізуші, продюсер және бұрынғы модель. 2018 жылдың өзінде оның капиталы $30 миллион бағаланды. Мексиканың «Байлар да жылайды» сериалын үй шаруасындағы әйелдер ғана емес, бүкіл отбасыларды тамашалап, әр жаңа сериядағы оқиғаларды талқылады. Үлкен жасыл көздері мен толық шаштары бар миниатюралық актриса миллиондаған азаматтардың жүрегін жаулап алды. Және олар ғана емес, өйткені сериал Латын Америкасы елдерінде, Францияда, Испанияда, Қытайда да көрсетіле бастады. Болашақ актриса 1952 жылы қазанда Мехикода дүниеге келді. Оның балалық шағы кедейлікте өтті. Ата-анасы отбасында 4 бала болған кезде ажырасып кеткен. Верониканы, оның 2 ағасы мен әпкесін тәрбиелеудегі барлық қиындықтар ананың мойнына түсті. Анасы хатшы болып жұмыс істеді және тамақ үшін әрең жететін жалақы алды. Вероника өзінің өте қарапайым киімдеріне күлген құрдастарының мазақтарын кейде есіне алады. Олар қызды тек кедей киімдері үшін ғана емес, сонымен қатар семіздігін, кішкентай бойын мазақ етті. Проблемалық балалық шақ Кастрода берік мінез бен қиындықтарды жеңуге деген ерік жігерді қалыптастырды. Ол спортпен шұғылданып, миниатюралық тональды қызға айналды. 12 жасында Вероника жергілікті байқаулардың бірінде сұлулық ханшайымы бола алды. Ол сондай-ақ қылмыскерлермен күресуді де үйренді. Вероника сәттілік пен бақыт оған өздігінен түспейтінін түсінді. Ата-анасының көмегіне сенудің де қажеті жоғында білді. Сондықтан ол өзін жасады. Ұялшақтықты жеңу және өзін жақсы жағынан көрсетуді үйрену үшін қыз мектеп сахнасына шықты. Көп ұзамай ол әуесқой белсендіге айналды. Бірде оның үйінің жанында ықпалды партияның штабы болды. Онда Вероника кедей отбасынан шыққан жас қыздың ашық және аңғал көздерін жаулап алған депутатпен кездесті. Ол оған театр академиясының жетекшісі Андрес Солермен таныстыру арқылы көмектесті. Кастро бұл тағдырдың оған берген жалғыз мүмкіндік екенін түсінді. Бірақ бұл аз ақша болды. Ол отбасы көмекке мұқтаж болды. Сондықтан 16 жастағы студент үмітсіз әрекетке бел буды. Ол мексикалық Кабалера журналына жалаңаш күйде түсті. Туыстары шошып кетті. Бірақ Кастро бұл мансаптық өсу үшін қажет екенін білді. Ол ұятқа да өкінуге де ұшыраған жоқ. Тек анасына ол енді қызын мұндай түрде көрмейтініне уәде берді. Театр академиясынан шыққаннан кейін Вероника білімін жалғастырды. 79 жылы ол халықаралық қатынастар саласындағы дипломын қорғады. Бұл оның теледидардағы, үйдегі және театрдағы керемет бастамасы. 70 жылдардың басында сахнаға тіпті шыға бастады. Жас кезінде Кастро танымал комедияшы Мануэл Валдес жүргізген «Ха-ха» телешоуына түсу бақытына ие болды. Ол жарқын қызға назар аударды және мансаптық өсуге көмектесті. Вероника сөйлеу техникасында тынымсыз еңбек етті, ән айтумен және дауыс шығарумен айналысты. Табыс күте алмады, ол экрандарда жиі жыбылықтай бастады және радиодан хабар тарата бастады. Болашақта Вероника үнемі телешоуларда ойнады, оны жүргізуші және қатысушы ретінде шақыра бастады. Бірақ ол оны тек отанында, Мексикада ғана емес, бүкіл әлемде жұлдызға айналдырған сериалдардың арқасында танымал болды. Кастроның экрандағы мансабы 60-шы жылдардың соңында басталды. Алдымен қыз мексикалық сериалдарда кішігірім рөлдерді ойнады. Бұл алғашқы адал жанкүйерлерді табуға мүмкіндік берді. Бірақ актрисаның шығармашылық өмірбаянының гүлденуі келесі 10 жылдықта болды.
Байлар да жылайды сериалының премьерасы өтті. Онда жас орындаушы сұлу Мариананы бейнеледі. Түсірілім алаңда өсіп келе жатқан атақты әріптестер Рохелио Герра, Эдит Гонсалес және Гильермо Капетило болды. Олардың барлығы көрермендердің сүйіктісіне айналды. Ал олардың кейіпкерлерінің тағдырын әлемнің әртүрлі елдерінің жанкүйерлері қызығушылықпен қадағалады. Тағы бір жұлдызды рөл Кастроға 87 жылы жаңа «Жабайы Раушан. Дикая Роза» мелодрамасы шыққан кезде түсті. Онда Роза Гарсияның басты кейіпкері ретінде пайда болды. Ол керемет ойнады және жобаға хитке айналған саундтрек әнін сыйлады. Кейінгі жылдар атақты фильмдер толықтыра берді. Онда «Менің кішкентай Соледам» драмасы пайда болды. Онда орындаушы бірден екі рөлді ойнады, анасы мен қызы. Ол сондай-ақ шағын қаладағы тозақ және өлтіруші әйелдер сияқты жобаларға қатысты. Бірақ бұрынғы жетістіктерін қайталау мүмкін болмады. Нәтижесінде Вероника экрандарда сирек пайда бола бастады. 2013 жылы ол мүлдем жоғалып кетті. Ол 8 жылдан кейін ғана «Гүлдер үйі» фильмінде ойнады. Жоба жылы қабылданды көпшілікке. Кастро актриса ретінде ғана емес, әнші ретінде де жетістікке жетті. Ол музыкалық мансабын 73 жылы Вероника Кастро шағын альбомымен бастады. Осыдан кейін жас актриса Жапонияға шақырылды. Онда ол фестивальда өнер көрсетті және кейінірек жазбаны жапон тілінде жазды. Атақты адамның алғашқы толықметражды дискісі пайда болды. Содан кейін альбомы шықты. Оның атын «Байлар да жылайды» сериалының аттас композициясы берді. Вероника әлемнің түкпір-түкпірінде концерттер қойып, гастрольдік сапармен белсенді болды. Бірақ 2009 жылы ол әншінің мансабын аяқтайтынын жариялап, музыкалық шығармашылық ешқашан ол үшін бірінші орында болмағанын мойындады. Ресейде Вероника Кастро туралы «Байлар да жылайды» сериалы шыққан кезде ғана білді. Елдегі уақыт қиын болды және мексикалық Золушка туралы ертегі бос уақытты жарықтандыруға көмектесті. Көрермендер Марианаға бірден ғашық болды және көп ұзамай бұл есімді қыздардың саны күрт өсті. 92 жылы актриса Мәскеуге барды. Ол Останкинаға Розамен кездесу бағдарламасын жазу үшін келді және Макуба әнінің премьерасын жасады. Сұхбатында атақты ресейлік жанкүйерлерге деген сүйіспеншілігін мойындады. Олар оны мақтау хаттарымен және жылы сөздермен толтырды. Ресейге барып Қазылар алқасының мүшесі ретінде «Даңқ минуты» бағдарламасына қатысты. Әңгіме барысында Вероника орыс тілінде бірнеше сөз білетіндігімен бөлісті. Вероника Кастро ешқашан тұрмысқа шықпаған, бірақ өте бай өмір сүрді. Оның жеке өмірі әрқашан өсегі үшін қызмет етті. Оның екі ұлы бар, Кристиан мен Мишель. Оның ұлдарын актрисаның анасы өсірді. Мен жақсы ана болуға тырысамын, бірақ мен мұны әрдайым жасай бермеймін. Өйткені балалармен ұзақ уақыт өткізуге уақыт жетіспейді. Мен өзімді жартылай ана сияқты сезінемін. Бірақ өкінішке орай олар жақсы өмір сүру үшін мен жұмыс істеуім керек, деді актриса. Журналистер бірінші ұлы туылғанда баланың әкесі кім екендігі туралы болжам жасады. Бірақ актриса ұзақ уақыт үнсіз қалды. Бірнеше жылдан кейін ғана мұрагердің пайда болуы Ха-Ха шоуындағы комедияшы Мануэль Валдеспен қарым-қатынастың нәтижесі екені белгілі болды. Танымалық музыкалық орындаушыға айналған атақты мұрагер бұл туралы көпшілікке айтты. Вероника ұлы Кристианмен қарым-қатынасы онша болмады. Актриса оның ауыр мінезін әңгіме қылды. Оның үлкен ұлы Кристиан Габриэла Боға үйленіп ажырасқан. Әрі қарай оның екінші әйелі Валерия Либерман болды. Ұлы екінші әйел үшін анасымен ұрсып қалған. Кристиан мен Валерияның Симон атты қызы бар. Ұлы анасы сияқты жеке бақыт таба алмады. Кастро табыстың шыңында Мишель деп атаған екінші ұлын дүниеге әкелді. Оның пайда болуы тағы да өсек айтуға себеп болды. Өйткені әнші ол кезде де тұрмыста болмады. Баланың әкесі кәсіпкер Энрике Нембро болды. Онымен актриса 7 жыл қарым-қатынаста болған. Актрисаның екінші ұлы жазушы және режиссер болды. Ер адамдар Кастроның өмірінде бірнеше рет пайда болды. 2 жыл бойы ол Омар Ферромен кездесті. Жанкүйерлер жақын арада болатын үйлену тойы туралы хабарлануды күтті. Бірақ ол ешқашан болған жоқ. Содан кейін жұптар айырылысып кетті. Одан кейін әнші Адольфо Анхелмен қысқа романс басталды. Оның орнына аргентиналық актер және әдемі Хорхе Мартинеспен қызу қарым-қатынас болды. Олардың айырылысуы ұлттық трагедияға айналды. Кішкентай қаладағы тозақ фильмін түсіру кезінде атақты адамдар жеке өмірі туралы тағы да айта бастады. Ол серіктесі Хуан Солермен романтикалық қарым-қатынаста болды. Бірақ бұл жерде неке байланысы туралы мәселе болған жоқ.
Жасы ұлғайған сайын Вероника ер адамдар арасында онша танымал болмады. 2012 жылы оның 30 жасқа толмаған өзінен әлде қайда кіші сүйіктісі бар деп қауесет тарады. 2019 жылы желіге басқа шетелдік атақты адамның таң қалдыратын жазбасы тарады. Актриса және жүргізуші Иоланда Андреде Кастроға үйленгенін мәлімдеген жалған ақпарат. Вероникаға қиянат жасалды. Ол тіпті көлеңкеге біраз уақыт кетуге мәжбүр болды. Қазір атақты адам жеке қарым-қатынасқа түсініктеме бермеуді жөн көреді. Ол немересін тәрбиелеумен айналысады. Оның суретін блогында жиі жариялайды. 22 жылы Вероника жанкүйерлеріне тағы да өзін еске салдырды. Мерейтойды тойлау қарсаңында 70 жаста ол Гараж журналына сұхбат берді. Онда ол әжімдерді жасыруды және сұр шашты бояуды тоқтатқанын айтты. Сондай-ақ суретшінің қатысуымен жаңа жоба «Мен жас кезімде» романтикалық комедиясы шықты. Көрермендердің сүйіктісі жастықтың құпиясын тапты. Оның гүлдену түрінің себебі тек пластикалық хирург, сиқыршы Хосе Хуридің жұмысы ғана емес, сонымен қатар үнемі спортпен шұғылдану, жүгіру, аэробика, теннис. Бұрын 156 см биіктікте, оның салмағы 50 килограммнан аспаған. Актрисада дүкендер мен сұлулық салондарының желісі бар. Сондай-ақ сұранысқа ие Вероника Кастро косметикалық желісі. Бауырлары да өздерін шығармашылыққа арнады. Беатрис әпкесі суретші, ағасы Хосе продюсер, ал Фаусто ағасы тележүргізушісі болды. Вероника үлкен аға ойын-сауық телешоуына қатысу кезінде пілден құлап кеткеннен кейін оған бірнеше ота жасалды. Ол жасы келгенін, жас кезінде денсаулығы әлде қайда күшті болғанын мойындайды. Актрисаның фильмдеріне қатысты ойларыңыз болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Құрметті көрермен, канал мұнасы алдағы уақытта да жіберіп алмау үшін подписаться бастырмасын басып, лайк басып қолдап отырыңыздар. Алда көптеген жұлдыздардың өмір жолдары баяндалатын болады.